Жұмыс үстеліндегі компьютерді өшірген Бақтыгүл ойланып отырып қалды. Іс қағаздарын шетке сырды да бір амал табуды жоспарлады. Әйтпесе бұлай жалғаса берсе, жағдай қиындап барады. Диванда жұмыс күтіп жатқан күйеуі әбден жалқау, жатып шер және мұның бар тапқанын желге шашар, арамтамақ болып алған. Мұның тапқанын тек өзіне ғана, жұмсағыш болса мейлі ғой, өзі ақша тауып жатқандай бауырларында жарылқағыш. Інісі сүндет той жасайды екен. Бұлар шығынның бәрін көтеру керек. Қарындасы ипотекаға пәтер алса, бұлар ақшасын төлеп отырады екен. Бұлар емес, өзі ғой. Күйеуі сіріңге сындырып та көрмеген, ақша табу үшін. Екеуінің үйленгендеріне биыл 5 жыл толады. Алғашқы 2 жылда тиіп қашып тиын тебен тапқанымен, кейіннен мұның мойнына масыл болып мініп алды, бүкіл туыстарымен бірге. Құдай қарасып бастаған кәсібі алға басып, Бақтыгүл бұл күнде миллиондап табыс табуда. Үлкен үй салды. Өзімен күйеуіне көлік сатып алды. Жағдайлары өте жақсы. Ал кәсібінің өрісін кеңейтейін десе, күйеуі мен оның туыстары мүмкіндік беретін емес. Бар шығындарын Бақтыгүлдің мойнына асып қойған. Ары ойланып, бері ойланған ол, бұл жағдайдан шығудың жолын қарастырмақ болды. Бәрінен де күйеуінің жалқаулығы мен жатып шерлігі жүйкесін жұқартуда. Әлдекімдермен сөйлесіп қойдым. Жұмыс күтіп жатырмын деп төрдегі диванды бермей, үйде жатқанына көп уақыт болды. Күйеуін орнынан тұрғызып, жұмысқа жіберу үшін ол өзін бүгін банкротпын деп жарияламақшы. Үйіне келген ол көңілсіз күйде. Самат, мен құрыдым. Банкрот болып, мойныма пәленбай миллион қарыз ілінді. Не істейміз енді? Деді күйеуіне сынай қарап. Әдеттегідей диванда жатқан күйеуі орнынан қарғып тұрып. Қалайша? Бәрі де жақсы еді ғой деп көздері үлкейіп, мұның қасына жақындады. Бүгін жарты қызметкерімді жұмыстан шығардым. Оларға жалақы төлеуге ақшам жоқ. Біз салған инвестициялардың жобасы құрдымға кетті. Бизнес деген сондай екен. Сен оны түсінбейсің деген Бақтыгүл ауыр күрсініп көзін жұмды. Күйеуінің көзіне тік қараса, өтірігі ашылып қалатындай жүзін тайдырды. Мәссаған, не деп тұрсың? Енді күніміз не болады? Мен әлі жұмысқа да тұрмадым. Күтіп жатырмын. Келісілген адамдар кешіктіріп жатыр. Келесі айда інім той жасағалы жатыр, бізге сеніп деген Самат темекісін будақтатып, бөлме ішінде ары-берлі жүре бастады. Тойды бізге сеніп жасамай-ақ қойсын. Енді бізге көмек керек деді Бақтыгүл жай ғана. Қап әттеген-ай. Тірлігіне пысық болмайсың ба? Сен шын айтып тұрсың ба? Енді не істейміз? Деген Самат түтігіп кетті. Енді сен жұмысына тездетіп әрекет жаса. Туыстарына да жағдайды ашып айт. Бізде ақша жоқ. Мен қарыздарымнан құтылуым керек деді Бақтыгүл байсалды түрде. Менің қатыным пысық деп саған сенгенмен де ақымақ екенмін деген сөздер Саматтың аузынан абайсызда шығып кетті. Маған сенбе деп неше рет айтып едім саған. Неге маған сенесің? Сен еркексің ғой. Маған сеніп жата бергенше қыбырлап тіршілік жасамайсың ба? Деген Бақтыгүл осы кезде дауысын қатайтты. Байтал шауып бәйге алмас деген осы екен ғой. Көп қатынның бірі екенсің деген Самат қолын бір сілтеп үйден шығып кетті. Арадан жарты сағат уақыт өтпей-ақ енесі телефонмен хабарласып тұр. Келін, жағдайды естіттім. Бізден қандай көмек керек? Қорадағы малды сатайық па, не істейік деудің орнына дүрсе қоя берді. Келін, сен немене той жақындағанда бүлік шығарып тұрсың? Қонақтардың бәрін шақырып тойханамен келісіп қойдық. Қалған кетпейді, дастарханның қамын жасайтын кезде қайған етіп шыға келгенің не? Мұндайың бар екен, о баста айтпадың ба? Тойды жасамайтын едік. Біз не істейміз енді? Саған сенген едік. Тойдан жиналған ақшаны қайтып беретін едік қой деп тұр амандық саулық сұрамастан. Қайынсіңліңде ипотека мен пәтер алуға бар құжаттарын дайындап келісіп қойып еттей бергенде Бақтыгүлдің шыдамы шегіне жетті. Апа, мен ақша өндіретін зауыт емеспін ғой. Зауыт болсам да, оның ескіріп істен шығатын кезі болады. Келін болып түскеніме аз уақыт болса да, қораңызды малға толтырып, үйлеріңізді кеңейтіп бердім. Маған не дейсіз енді? Иә, жұмысым банкрот болды. Маған енді сіздердің көмектеріңіз керек деді.
Өй, сен де бір деген енесі телефон тұтқасын қойып қойды. Көзіне жас үйірілген Бақтыгүл тамағына кептелген өксікті ары қарай жұтып алды да өзінің тым қадірсіз болғанына өкінді. Қарнымның ашқанына емес, қадірімнің қашқанына жылаймын депті. Дәл қазір енесі айналайын, сен келгелі берекеміз кіріп қалды. Рахмет саған. Жұмыс деген бірдей олай, бірдей бұлай. Бұл да уақытша өтет кетет. Саған сенемін. Дәл қазір менен саған қандай көмек керек дегенде, бұл аңқылдап шынын айтып беретін бе еді. Мен балаңызды жұмысқа шығару үшін жай ойлап тапқан амалым. Менде бәрі жақсы. Уайымдамаңыз. Тойды да өткізіп беремін. Қызыңыздың ипотекасында төлеймін. Тек жалқау балаңызды жұмсақ диваннан тұрғызып жұмыс істесін деген жобам еді деп ағынан жарылушы еді ғой. Тек бір ауыз жылы сөзі ғана керек еді енесінің. Күйеуі үйден шығып кеткен соң, ол үйінде қамалып отыра алмады. Бұл жағдайды жақын адамдары дәл осылай қабылдайды деп ойламап еді. Күйіп кеткен ол үйінде отыра алмай, кешке қарай офисіне қайта тартты. Офиске келсе, көмекшісі Айару кетуге енді жиналған екен. Мұның кіріп келгенін көрген ол көздері жыпылықтап тыныштық па дегендей сұраулы жүзбен қарап қалыпты. Бақтыгүл көмекшісі Аярудан ештеңе жасырған емес. Екеуі жақын құрбылардай болып кеткен. Кофе ішейікші отырып деген Бақтыгүлдің айтар әңгімесі барын сезген Айару лыпылдап кофе дайындай бастады. Жалтақ-жалтақ етіп қарап қояды бастығына. Айару, мен дұрыс істедім бе, қателестім бе, білмеймін. Бірақ мен бүгін күйеуіме банкрот болдым деп айттым. Ол ашуланып үйден шығып кетті. Артынша енем телефон соқты. Сонда олар мені тек әмиян ретінде ғана көре ме? Шынын айтсам шаршадым. Бір рахметтері жоқ адамдар екен. Как будто мен оларға ақша тауып беруге міндетті сияқтымын. Саматқа тұрмысқа шыққаныма биыл 5 жыл толады екен. Сонда мен қашан бала сүйіп бесік тербетемін. Осылардың жоқын бүтіндеймін деп өмірім өтіп кете бере ме? Самат та әбден сеніп алыпты маған. Қимылдап тірлік істесін деп осылай жасауға мәжбүр болдым. Енді қаражаттың мәселесін қарастыру керек. Мен бөлек шот ашып, сол жаққа құямын кірісті деді. Біраз үнсіз қалған Айару бір кезде көздері жайнап кетті. Онда дұрыс екен. Банкрот болудан Құдай сақтасын. Адамды қорқытпашы олай деп күлген болды. Бақтыгүл біраз есеп-қисаптарын қайта қарастырып, түннің ортасына дейін офисінде отырмақшы еді. Бірақ бір инвесторы шұғыл шаруалармен хабарласып, кеште болса, онымен кездесуге шығып кетті. Сол күні түнде Самат үйге қонбады. Оны тергеп жатуға Бақтыгүлдің зауқы жоқ. Осындай жағдайда бетпердесі шешілетін болар. Бірақ ертеңіне офиске келген ол ешқашан күтпеген жағдайға тап болды. Бақтыгүл қол астында істейтін жұмысшыларға білдірмей, әр кабинетке жасырын камера қойып қойған. Күнде таңертең кешке камераны өзі білдіртпей, бақылап бір қарап шығады. Міне бүгін таңертең жұмысқа келген ол, кеше өзі кеткен соң офисте болған әңгімені естіп, есінен талып қала жаздады. Кеше кешке инвестор хабарласып шығып кеткен соң, Айару Саматқа телефон соғыпты. Оған бар жағдайды айтыпты. Ол өтірік айтады. Банкрот болмаған. Қазір келіп маған айтып кетті. Сені жұмыс істесін деп әдейі ойлап тапқан жоспар екен. Демек, бәрі ойдағыдай келе жатыр. Мен мына жақта құжаттарға байланысты әлі тірлікті тындырмадым. Ал сен үйдегі сейфтен алған алтындарыңның бәрін орнына қойып қой. Білдіртпе оған. Түк болмағандай жүрі бер. Бәрі дайын болғанда екеуміз қашып кетеміз, жаным. Өзім де әрең шыдап жүрмін. Бірақ құжаттарды тездетуге еш реті келмей жатыр ғой. Қатының соншалықты өзін сақ ұстайды, ешкімге сенбейді. Маған ең жақын көмекшісі ретінде қараса да сене бермейді. Мен алдымен оның толық сеніміне кіріп алайын. Сен сыр берме. Тыныш жүр. Сосын екеуміз қаражатты толық иеленіп Түркияға кетеміз. Сол жақтан үй аламыз. Өзің арман еткендей мен саған бір ұл, бір қыз туып беремін, жаным. Иә, осыны айтып қояйын дегенім ғой. Сен сол өзіміздің пәтерде күтіп жатсың ба? Жалмауыз қатының қайтып келіп қалмаса, мен қазір офисті жауып саған барамын. Сені қатты сағындым. Тамаққа тапсырыс беріп қойдың ба өткендегідей?
Жаным менің деген Аярудың телефонда Саматпен сөйлескен сөздері саңқылдап бейнекамерадан шығып жатты. Отырған орнында жарылуға шақ қалған Бақтыгүлдің дәл сол кездегі халі тіптен қиын еді. Өз құлағына өзі сенбей, бейнекамераны қайталап тыңдай берді. Осы уақытқа дейін тек бірім екі болсын, жақын адамдарымның жағдайы жақсы болсын деп құр шапқылай беріпті. Жұмыс пен ақшадан өзгені ойламапты. Тіпті көз алдында болып жатқан жағдайларды қалай байқамаған. Дәл осы сәттен бастап өмірі түбегейлі өзгеретінін сезінді. Жүрегі ауырды. Жұмыс істемейді, жалқау деп қана күйеуіне көңілі толмай келген еді. Ендігіде жан-жары нағыз құбыжық болып елестеді. Мұның ақ төсегін былғап, сезімін ғана қорламай, жұмысында құрдымға кетірмекші болған адам кейпіндегі айуан елестеп кетті көзіне. Құшағыма өзімді жұтуға дайындалып жатқан жыланда алып жатыппын ғой. Не деген ақымақ болғанмын деп көз жасын бір төгіп алды. Күйеуі мен көңілдесінің арасында болған махаббатты осы уақытқа дейін сезінбеуі оған ауыр тиді. Ол өзін әлсіз сезініп, өткен жылдардағы барлық құндылықтар мен махаббаттың шынайы болмағанын ойлады. Қайғы мен ашу арасында кезіп, ол өзінің болашағын, үйі мен осы күйін сақтап қалу жолдарын іздеуге тырысты, бірақ жүрегіне үлкен жара шыққанын түсінді. Бақтыгүл өміріндегі ең ауыр сынаққа тап болғандай күй кешті. Өкпеге қисаң да, өлімге қимайсың дегендей, күйеуі жатып жер, жалқау болса да, сонша уақыт ішінде оған бауыр басып қалыпты. Қасында құр қалқиып жүргеннің өзіне үйреніп қалған екен. Бірақ сатқындықты кешіре алмады. Үйге келген соң күйеуіне бәрін ашып айтқан ол, ажырасуға ұсыныс тастады. Қылмысы әшкере болған Самат қалай ақталарын білмей. Мен қателестім. Оңбай қателестім. Көзім байланып қалды ма, білмеймін. Мұның бәрін ұйымдастырып жүрген Аярудың өзі ғой. Сол қыз ғой, менің басымды айналдырып, жоспар құрып жүрген. Әйтпесе мен өзіңді ғана сүйемін. Тек сені сүйіп өтемін. Аяруды жұмысыңнан қуып жібер. Кешір мені. Ешқашан көзіңе шөп салмаймын енді. Жұмысқа да тұрамын. Екеуміздің сәбиіміз де болады. Бұдан кейін бәрі басқаша болады. Кешірші мені. Түлкі сияқты сумаңдаған Аярудың қақпанына түсіп қалды мен. Басым айналып қалды деп ақталған Саматты Бақтыгүл кешіре алмады. Келіншек күйеуінің сыртқа шығып бара жатқанын көріп, сыртынан терезеден қарап тұрды. Көз жасы тамшылап, солай өткен өмірмен қоштасты. Бір сәт жүрегі соғуын тоқтатқандай болды, бірақ ішкі дауысы, бұл шешім дұрыс деп айқайлай берді. Ол есікті жауып, бөлмесінде өзіне ғана таныс түнгі тыныштыққа сүңгіп кетті. Әрбір ойы күйеуінің сатқындығы мен бұрынғы бақытты күндерін еске түсіріп, жүрегі қан жылады. Өзін там әлсіз, қорғансыз, жапанда жалғыз қалған бейшара жандай сезініп кетті. Өте қиын болған өзі үшін ең үлкен қадамды жасады. Күйеуі кеткен соң қайненесінен бастап, күйеуінің бүкіл туысқандары хабарласып, жөн сұрай бастады. Олардың көксегендері отбасының бұзылмауы емес. Дүние бөлсеген. Бақтыгүлдің зығырданы қайнады. Және өзін тірідей жалмап жатқан мынадай жыландар ордасынан ертерек құтылғанына қуанды. Көмекшісі Аяруды да жұмысынан шығарып жіберді. Кетіп жатып ол да Саматтың кебін киді. Мұның бәрін ұйымдастырған Самат, мен тек сол кісінің айтқанын ғана орындадым. Саматтың өзі мені сүйем, күйем деп соңымнан жүгірді дейді. Жыларман болған Аярудың сөзін Бақтыгүл естігенде жоқ. Кабинетті босатуын бұйырып, сыртқы есікті сұқ саусағымен көрсетіп қана тұрды. Міне, сол жағдайдан кейін де бірнеше жыл уақыт өтіп кетіпті. Күйеуден бір көңілі қалған Бақтыгүл одан кейін тұрмысқа шығуды ойламады. Бауырының бір қызын асырап алған. Тірлігі жүріп тұр. Жағдай жақсы. Бірақ жүрегі жалғыз. Ал Самат шешесінің үйінде жатыр, әлі күнге жұмыс таппай. Бұл әперген бар малды сатып жеп қойған. Күндері сол баяғы қалпына түскен. Аяру 2 рет күйеуге тиіп ажырасқан. Бүгін балабақшадан қызын алған Бақтыгүл көлігіне міну үшін жолдың арғы бетіне өтпек болып, бағдаршамның жасыл түсін күтіп тұр. Дәл қасына бір көлік келіп тоқтады. Көлігінің терезесін ашқан орта жастағы еркек Бақтыгүл мен қызын такси ұстап тұр деп ойласа керек. Отырыңыз, қайда барасыз? Дейді. Жүзі жылы көрінген еркекке кете беріңіз, такси күтіп тұрғаным жоқ. Өз көлігім бар деп айтқысы келгенмен, Бақтыгүл тілін тістеп қалды.
Жүзі жылы еркекке бір мекен жайды айта салды да көлікке отырып алды. Көлікте отырған еркек сөзшең екен. Жалғыздықтан іші пысқан ау. Әйелі қайтыс болған, ол біраз уақыттан бері жалғыз тұрып жатыр екен. Мектеп жасындағы бір қызын нағашы әжесі қолына алыпты. Екеуі тіл табыса кетті. Бақтыгүл бұл еркекке де өтірік айтты. Өзін жағдайы жақсы кәсіпкер ханым ретінде көрсетпей, түгі жоқ, пәтер жалдап тұратын жалғызбасты ана ретінде таныстырды. Өзін жомарт деп таныстырған көліктегі еркекке Бақтыгүл де ұнаса керек. Ертеңіне дәл сол уақытта тағы жол шетіне келіп күтіп тұр екен. Солай екеуі жақын танысып алды. Жомарт кездесу ұйымдастырып, мейрамханаға кешкі тамаққа шақырды. Бақтыгүл қашанғы жалғыз жүрмек. Жалғыздық тек Құдайға ғана жарасқан. Ол Жомартпен бағын сынап көрмек болды. Бірақ шындығын жасырып қалды. Шын мәнінде өзінің кім екенін айтпады. Ал Жомарт жомарттық жасап жүр өзінше. Осы айдың пәтер ақысын мен төлеп берейін деген ол кейінгі айда үйленуге ұсыныс тастады. Бұрынғы күйеуінен көрмеген қамқорлықты көрген Бақтыгүл осы кезде ғана шындығын айтты. Шын мәнінде кәсібі дүрілдеген миллионер ханым екенін айтқанда, Жомарт үнсіз отырып қалды. Неге осы уақытқа дейін айтпай келдің? Өміріміздің басы өтірікпен басталғанын қаламаймын деп біраз уақыт ренжіп жүргендей болды. Артынша келіншекті шын сүйіп қалғанын мойындап, неке жүзігімен бір құшақ гүлін көтеріп, өткендегі жолдың бойынан күтіп алды. Алдымен келісіп алайық. Сен осыған келіссең ғана екеуіміз үйленейік. Мен күшік күйеу секілді, сенің үлкен үйіме барып тұруға қарсымын. Қаланың ортасында өзімнің 3 бөлмелі пәтерім бар. Сол жерде тұрамыз. Сосын мен әйелдің қолына қараған еркектердің қатарынан емеспін. Өзімнің бір отбасын асырауға жететін айлығым бар. Сол айлығымды қанағат тұта аласың ба? Сен қанша ақша тауып жатсың, қай жаққа жұмсайсың, менің шаруам жоқ. Тек менің үйімді тар көрмей, тапқанымда азсынбай, жанымда болсаң болды. Сен осыған келісесің бе? Деді. Бақтыгүл жымиған күйі басын изей берді. Шаңырақ көтерген екеуі қазір бақытты отбасы. Бақтыгүл жақында егіздерді дүниеге алып келеді. Нағашы әжесінің қолында өсіп жатқан Жомарттың қызы да бұлармен бірге тұрады. Бақтыгүлдің өз перзентіндей болып кеткен бауырының қызымен жақсы тіл табысып, шаңырақтары шаттыққа толған. Балалы отбасыға айналмақ. Әңгіменің авторы Анар. Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп алыңыздар. Лайк басып пікір жазып отырыңыздар. Бірер күнде жаңа әңгіме шығады. Рахмет.